Қайырлы күн оқырмандар және әріптестер. Мен сіздермен бүгін пайдалы бір сайтпен таныстырғалы отырмын. Мына сайтта сіздерде ChatGPT мен генерация жасағанда күніне лимит 3 фотома, сондай дұрыс па, генерация жасағанда. Мына сайтпен бүгін мен мысалы мына барлық генерация жасап шықтым. Бұдан бөлек тағы да бар негізі. Қайта бәрін өзгерту енгізіп генерация жасап шықтым. Мына суретті енгізіп, басында мынада промпт жазып, одан кейін былай өзгертілді, былай өзгерді, барлығын қосымша жазып өзгерте бересіздер. Переводпен жазып керек емес нәрсені алып тастайсыздар. Мысалы мен мұнда шахмат болды, мен шахматты алып тастадым. Одан кейін YouTube'тың логотипі болды, оны лампаға ауыстырдық. Одан кейін мінекей лампаға ауыстырдық. Осындай мына лампа ауысқаннан кейін ауыстырдық, бәрін жазып қайта өзгерту енгізгенде бір промпт жазған кезде сіздерге 4 түрлі вариант шығарып береді. Мына қараңыз, лампаның 4 түрі бар. 1, 2, 3, 4 түрлі генерация жасап береді. Сізге қайсысы ұнайды, соны алатын боласыз. Ол сайттың атауы мұнда жазылған. Осыны көрсеңіздер болады. Пайдалы ақпарат болған болса, менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.